Жалпы біздің бірінші топқа берген тақырып экологиялық мәдениетті да қалыптастырудың маңызы. Қазіргі заманда әлемдегі өзгерістер мен жаңа технологиялардың дамуымен сипатталады. Бұл кезеңде адамзат қоршаған ортаға бұрын соңды болмаған үлкен әсерін тигізіп отыр. Жалпы ғаламдану және ақпараттандыру процестері қоршаған ортада үлкен өзгерістер тудырып, экологиялық тепе-теңдікке қауіп төндіруде. Осы тұрғыдан алып қарайтын болсақ, жалпы экологиялық мәдениетті дамыту аса өзекті мәселеге айналып отыр. Бұл жағдай жай ғана табиғатты қорғау емес, адамның табиғатқа деген саналы көзқарасын, жауапты іс-әрекетін және табиғатпен үйлесімді өмір сүру қағидаларын қамтитын кешенді құбылыс болып саналады. Экологиялық мәдениеттің мәні және негізгі ұстанымдары. Жалпы экологиялық мәдениеттің мәні адамның қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын реттейтін, оңтайландыратын білім және құндылықтар, нормалар мен қағидалардың, дағдылардың жалпы жиынтығы болып табылады. Келесі бізде қаралатын мәселе экологиялық мәдениеттің құрамдас бөліктері. Яғни сіздерге алдарыңызда беріліп тұрған кестеде бірінші бізде экологиялық мінез және әдеп, екінші сатыда бізде экологиялық сана және жауапкершілік, ал үшінші сатыда бізде экологиялық білім және тәрбие қарастырылған. Экологиялық мәдениеттің негізгі аспектілері және дағдыларына біз нені жатқызамыз? Экологиялық мәдениетті қалыптастыру адамның белгілі бір білім мен жауапкершілікті талап етеді. Яғни осы біз төменде сіздерге оның осы 5 маңызды аспектісін сіздерге көрсетіп отырмыз. Яғни ол біріншіден экожүйелер туралы білім, екінші әртүрлілікті құрметтеу, үшінші бізде саналы тұтыну, төртінші экологиялық жауапкершілік болса, ал бесінші бізде бастамаларға қатысу, яғни бұл қасиеттер мен дағдылар адамды табиғатқа зиян келтірмеуге, энергия мен су сияқты маңызды ресурстарды ұтымды пайдалануға және де болашақ үшін жауапты шешімдер қабылдауға үйретеді. Яғни бұл жастарды жұмылдыру волонтерлік қызметтің экологиядағы рөлі. Жалпы волонтерлік қызмет экологиялық мәдениетті қалыптастырудың ең тиімді және практикалық құрал болып табылады. Өйткені ол теориялық білімнің нақты іс-әрекетке ауысады. Жалпы біздің қоғамда волонтерліктің маңызын айта кететін болсақ, ол қоғамда белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастырады және жастарды әлеуметтік жауапкершілікке үйретеді, және де табиғатты қорғау, қоқыс жинау, ағаш отырғызу сияқты экологиялық жобалар ұйымдастыру арқылы жастарды біз табиғатпен етене байланыстыра аламыз. Түрлі салалардағы және волонтерлік бағыттар арқылы адамдардың өзара ынтымақтастығы мен әлеуметтік капиталы нығаятын болады. Жалпы саналы тұтыну экологиялық мәдениеттің күнделікті көрінісі. Жалпы саналы тұтыну экологиялық мәдениеттің ең маңызды және күнделікті көрініс табатын аспектісі. Бұл ресурстарды пайдалануға ұқыпты қарауды және қалдықтарды азайтуды білдіреді. Бұл жерге біз ресурстарды үнемдеуді жатқызамыз, қалдықтарды азайту, қайта пайдалану және эко таңдаулар жатады. Жалпы назарларыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы білім болды деп үміттенеміз.